Сәлем достар, бүгін сіздердің назарларыңызға балды печенье деп аталатын печеньенің түрін ұсынамын. Егер әлі де тіркелмеген болсаңыз, менің арнама тіркеліп кетіңіз. Бұл печеньені жасау үшін бізге ұн қажет болады. Кішкене шым-шым тұз, сары май және де бал қосасыздар. Осыларды қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне жарты шай қасық соданы уксуспен сөндіріп алып, оны да қосып араластырамыз. Содан кейін бізге 2 жұмыртқа, және қант керек болады. Барлығын қосып араластырғаннан кейін, ең соңында үстіне қалған ұнымызды салып, жақсы жұмсақ масса болғанша илейміз. Қамырымызды 20 минутқа салфанға салып, жылы жерге қойып қоямыз. Минут өткеннен кейін осы қамырымыздан кішкене шариктар жасап, біртіндеп противеньге қоямыз. Араларын міндетті түрде кішкене ашып қойыңыздар. Барлық шариктар жасап алғаннан кейін үстінен кішкене осылай 3 саусақпенен басып шығамыз. Міне достар, біздің печеньеміз дайын. Енді 180 градусқа 20 минутқа осылай көтерілгенше салып аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұп-жұмсақ және де осындай әдемі болып шығады. Менің каналыма жазылыңыздар достар, қоңырау белгісін басыңыздар. Ас болсын.